Министр мырза, Ой, сендер де. өзіңізге бір-екі сұрақ қойсақ. Сұрақ бол. Жалпы мынау еңбек демалысыңыз қалай өтті? Жақсы өтті. Иә, көріп жатырмыз. Жалпы мына әлемді аралап келіпсіз. Иә. Келе салып еще салоннан қымбат автокөлік алыпсыз. Иә. Иә, одан тағы да зәулім сарайға қоныстаныпсыз. Ой, өсекшілер, ой, бәрін білесіңдер сендер. Иә. Жалпы осының барлығы қайдан келіп жатқан ақша? Өзімнің маңдай термен адал ақша, тапқан ақшам. Не болды? Точно? Точно. Нечайно, случайно қарапайым халықтың ақшасы емес па осы? Сендер ше, осы халықтан нелер бар сендердің? Қандай ақша халықта, қандай ақша? Ақша қалды ма халықта? Ақшаның түрінде ұмыт қалды халық. Да? Біз қалдырдық па ақша халыққа? Бәрін алдық қой. Ақшаны ойлай бермесінші мына, өмір сүрсінші адам. Өмірге бір-ақ рет келеді, өмірін ақша ойламай өтеді. Зачем ондай өмір? Ойланбасын, тек бала шағасын ойласын, өзін ойласын. Зачем ақшаны ойлап? Ақшаны ойлаймын дейді, қаншадан өліп кетіп жатыр. Қой керек қонда бұл. Жарайды, сендік онда.